Туған жерім, бидайымның иісін ай, жеттім-ау өзіңе. Мен ертерек барып, анамды қуантайын. Мая. Шілей алыстан түсіп қаппын ғой мен. Наушникті жоқ өлең тыңдап қайтатын. Сәрдар, қайда барасың? Нұржанның шеберханасына барам, апа. Онда не бар, сабағыңды оқыдың ба? Ой, апа, сосын орындаймын. Жақында Қамбар ағам оқуын бітіріп қаладан келеді. Оғайын орындық жасап бітуім керек. Орындық қайда қашады дейсің? Немене? Қамбар ағаң келсе отыратын орындық таппай қалады деймісің? Сабағыңды оқы бар. Ой, апа, өзіңіз айтпақшы, сабақ қайда қашады дейсіз? Балам, ең бірінші сабағыңды дұрыстап оқуың керексің. Жақсы оқысаң ғана университетке түсесің. Университетті жақсы оқысаң, мен секілді, ана Қамбар ағаң секілді мұғалім боласың. Ой, апа, мен мұғалім болғым келмейді. Мен ағаш шебері болғым келеді. Немене, ағаш шебері болу үшін оқымау керек деп кім айтты саған? Ағаш жону үшін тұнып тұрған есептің керек екен білмеймісің? Бар сабағыңды оқы. Қамбар ағаң сабағын 5-ке оққан. Сол секілді бол сенде. Жарайды, апа. Онда барып, мен сабағымды орындайын. Мектепті үздікке бітірем. Жарайсың. Ақылды балам менің. Ақылды өзі. Қамбар аға емес па? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Қамбар аға, бұл сіз бісіз? Иә. Ой, мыналардың барлығы өсіп кетті ғой. Иә, Батыр. Атың кім? Батыр ғой. Атың сұрайым. Батыр ғой, бір атың. Қалай ба? Дөп тапқанымды қарашы, Қамбар? Қалайсың? Өзің көріп тұрғандай, менде бәрі жақсы. Өзіңде қалай? Несін сұрайсың? Сол кебең тіршілік қой. Сен өзгермепсің. Ал сен бойың өсіп, ақылың кірген секілдісің. Үйдегілер қалай? Ауылға бір жолата келдің бе? Не жұмыс жасап жатсың? Айтпақшы, қызыл диплом алдың ба? Сен байқайсың ба, біз бір-бірімізге жауап беріп отқан жоқпыз ау? Сосын әңгімеміздің де связкасы вообще келіп тұрған жоқ бір-біріне. Сәуле! Мен апам шақырып жатқан секілді. Мен барайын. Секілді емес, явно шақырып отыр ғой сен. Жақсы онда. Айтпақшы, Сәуле. Иә? Кешкісін не істейсің? Апам фарша келген голубцы істейтін шығармын. Жақсы.
Ассалаумағалейкум ақсақал. Уағалейкум әссәләм. Өй, қамбар бұл сүйенбісің? Менмін ата. Қалай, амансыз ба? Аман. Қош келіпсіңдер ауылға. Үйдегілер қалай? Үйге жете алмай келатырмын ата. Көшеде әркімді көріп қалам, амандасып, сөйлесіп. Әркім дегеннің ішінде спискеде мен де барым ба? Барсыздар ба? Сіздер 3-4 кісі басын ашасыздар ба? Мен күн батпай үйге жетіп алайын ата. Күн батпай дейтіндей емес ау. 4 үйден астан үйіңе жетесің ғой. Оныңыз да дұрыс шығар. Мен жүре берейін. Жүр, анаң да күтіп отқан болар сені сағынып. Ертерек бар, сағыныштың бассын. Ата. Барып анамды қуантайын. Ертерек бар, анаңды қуант. Мен жүре берейін ақсақал. Сенің сөзіңмен ісің сәйкес келмейді екен. Жүрсең бағына жүріп кетуің керек. Не ақ тұрсың? Жақсы ақсақал, мен жүрейін. Жақсы айналайын. Қамбар, жақсы айналайын. Жақсы. Қамбар, жақсы. Қамбар сенбісің? Қойшы, сенбісің деп. Мен ауылға келмесем, іштерім пысып қапты да кәдімгі. Көшелерінде адам өтпеймін мен. Тентек болып қойған. Анашым, мен келдім. Қамбар, бұл сенбісің ей? Бүкіл ауылда бір текст десеңіздерші. Менмін анашым. Өзіңіздің ұлыңыз Қамбар. Алтыным сол, жарығым-ау, жарығым. Жүдеп кетіпсің ғой. Қалада қай бір құнарлы тамақ бар дейсің. Өзім қазір өз қолымен әдемілеп тұрып тамақ дайындап берем. Қазір күте тұр. Сардар! Әй, Сардар! Мына бала қайда жүр деймін, Әй, Сардар дей! Шықпаса қойсаңшы апа. Ой, қоя бір. Қазір жоқ, өзім көтеріп алайын. Әй, ойбай, әй, тас салып алғансың бей? Тас салам ба? Не үшін? Тас тахемет деп айтпасын деп. Ой, сен де бір қатырасың. Жүр, үйге кірейік. О, Қамбар аға! Бұл біздің Сардар ма? Өзі өсіп кетті ғой. Мен кеткенде сен кішкентай бүлдіргеннің пісетін кім білген деген саған арналған екен, Әй, сендер де бір жарайды. Мен бар тамағым жасай берейін, Сардар. Сен мына кірлерді жуып таста. Апа, бірақ мен сабағым дайындалып, мектепті үздік бітірсем ба деп едім. Сабақ қайда қашады дейсің? Көп сөйлемей кірді жу. Кірді жуып болған соң кір үйде. Батыр, сабағың қалай? Сабағым жақсы. Кеше тарихтан 5 алдым, биологиядан. Тыңдамаса не үшін сұрайды? Анашым, енді бұның бәрін маған ертегі айтпағансыздар. Енді сабағыңа кедергі болмасын дедік. Ойымдатпайық дедік. Кедергі болатын ештеңесі жоқ қой. Просто көк па, жасыл ма деп сұрау керек еді. Жараспай тұрды. Мен тойдым анашым, үлкен рахмет. Әй, түкте жемедің ғой? Отыршы. Сен жейт деп Сардарға бермей отқам, отыршы. Рахмет анашым. Мен жатып демалайын. Ертең мені ертерек оятыңызшы. Жұмыс бойынша сөйлесуім қажет. Жарайды. Сонда да түк жемедің ғой. Жақсылап демалып ал онда. Сардар, кел мынаны жеп қой. Қазір мына кірді жуып бітейін да. Кір қашпайды, кел тамағыңды. Қамбар, балам, тұр. Бол тұр. Кеше өзің ертерек оятты едің ғой, тұр енді. Тұр. Қамбар, балам, тұр. Тұр деймін саған. Анашым, кішкене жата тұрайыншы. Давай онда. Қап, уақыт болып қапты. Анашым, мен сізге айттым ғой, ертерек оятыңыз деп. Келе ғой, балам, тамағын ішіп ал. Кел, балам, шайын іш. Жоқ, асықсың анашым. Итак, кешігіп жатырмын. Ерте оянуым керек.
балам-ау. Болмаса мен тамақ істейін, отырып жеп кетсей? Асықсың анашым. Мен тұрайын. Ей, сілімтік. Лапи кала туалан пампуа. Никала туала тепел. Кала паталай, аулау пентето. Саған бәрі түсінікті деп ойлай. Қуады екен. Аға, енді мені келген мәселем, қаладан оқу бітіріп, диплом алып келдім. Ой, керемет. Енді сол бір жұмыс шағын қарастырып. Қамбаржан, өзіңдей білікті мамандар бізге ауадай қажет. Бірақ Қамбар түсін. Бізде қазірге орын жоқ. Егер бізде болсай қалса, мен саған бірден хабарласам, әзірге барады. Қазір бізге коронадан тексеру келіп жатыр. Мама папаға сәлем айтуды ұмытпа, Қамбаржан. Барыңыз. Жақсы. Қамбаржан, жақсы, сау бол. Құжаттарын тексердім, барлығы дұрыс. Бірақ бізге кем дегенде жұмысқа кіру үшін 3 жылдай стажың болу керек. Жұмысқа амалсаңдар, стаж қаяқтан жинаймыз ба? Жоқ, ештеңе аға. Жақсы, рахмет, барлығы түсінікті. Сонымен солай. Сонымен солай деп әңгіме бітіріп қойыңыз. Айтсаңызшы түсіндіріп, осылай болды деп. Енді Қамбаржан, мен сенің жұмысқа алуын алам, бірақ енді оны кішкене жолын жасасаң дегендей ғой. Ақшалай деген сияқты. Жоқ, ақшалай емес. Енді бір жолы болады ғой, сол жолды жасасаң. Жаңа кафеге дастархан жайып. Жоқ, кафе ондай емес, сен мен дұрыс түсінбей жатсың. Енді кішігірім жол жасап жіберсең. Не жол ол, айтсаңызшы түсіндіріп, былай деп. Кәдімгі жолда мектепке кіріп жатқан кезде көрдің ба, жолдың бәрі яма, шұңқыр да, соның бетін текстеп, стяжка құю керек. Соны істесең, жұмысқа аламын да, істейтін бала таппай жатырмын. Болды, істеймін ғой мен. Бірден айтпайсыз, жол жасау керек деп. Айттым ғой мен сол жолын жаса деп, сен түсінбей қалдың да просто. Если ана кафе ақшалай дегенде болады негізі. Болды, онда мен барып дайындалып, жаңа күректердің барлығын дайындай беремін. Болды, онда мен цемент түсіре беремін, болды, жақсы, онда келістік. Жақсы. Сәуле? Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Саған су тасыған сондай жарасады. Сәуле! Ой, мен анам шақырып жатқан секілді. Кетейін мен. Осы сен анаң стартта тұрады екенді, кәдімгі. Именно біз сөйлесіп отқанда. Жақсы, онда мен кетейін. Мен саған көмектесейін шелектерді үйлеріңе дейін. Жоқ, керек емес. Шұттар жаман ойлап қалуы мүмкін. Не ойлап қалуы мүмкін? Шелегін өзі көтере алмайды ма деп. Ой, жоқ, ештеңе қоймайды. Сен мынаны ұста, ал мен шелектерді ұстайын. Не үшін томар ұстап жүрсің? Әнім орындық жасайды. Өзі қолын шебер. Күшті. Жарайды, онда рахмет үлкен. Ой, рахмет айтпай ақ қой. Менің орнымда кім болса да осылай жасар еді. Жақсы. Томар сатқысы қоймайтын еді. Анашым, қайдасыз? Анашым, жақсы жаңалығым бар. Мені жұмысқа қабылдады. Мынау қуанышты жаңалық қой. Мен неғып тұрмын, барып кесте тоқиын. Сен Файзол ағаның үйіне бар, жаңа сен іздеп кеткен бар. Киіміңді ауыстырып, барып көмектесе ғой. Сөйте ғой. Қалайсыз аға? Қамбаржан. Жаңа мен іздеген екенсіз соны айтып үйден. Қош келдің. Қамбар, ана шөпті көрдің ба? Соны өзім істейін десем, белім ауырады. Ана балаларыма істетейін десем, олардың да белі ауырама деймін. Енді сен мақұл ғой. Соны мына көшеде шайтан арбасымен жүрген бұнтта шақырып алдым. Екеулеп бітіріп тастаңдар. Ағаңды білесің, баяғыда өзім ақ істеп тастайтын, қазір белі ауырады. Білеміз ға. Мына шөпті де өзіңіз
ауызбен ұрып тіліңізбен баулаған сияқтысыз. Ал. Жай іштеңе, сен жоғары шықсай. Бар. Секіп шығып кет. Ай, азамат, міне. Қараш. Құдды жас кезімде мен шаршамайтынмын. Үсті алзаннан кешке дейін. Тұрмалы, жинап. Азамат, қамбар, міне. Ей, шашпа. Міне. Молодец, азамат қамбар. Қойша, істеп отырып қой. Жастардың ерім неге? Ана биіктеу таста, бала. Тода бас. Қамбар, шөлдеген боласың, су ішіп ал. Сәуле, осы сен не, вада болсын ба? Или болса түс көрсең, су толтырып тастай бересің ба, не істейсің? Тағы да ішесің ба? Жоқ, рахмет. Демал қойшы. Бала. Молодец, азамат. Қамбар, осы жұрттың бәрі ауылдан қашады, анау қалаға қарай. Сен не үшін келдің? Қалмадың бұл сияқты? Ой, аға. Қала деген у-шу, кептеліс, адамдарда қатыгез, ал ауыл рахат. Береке мен ынтымақтың ордасы ғой. Ең бастысы не білесіз бе, аға? Ең басты осы қалада оқып алған білімімді өзімнен кейінгі балаларға үйретсем, солардың зейінін ашсам, туған жерімнің, ауылымның көркеюіне өз үлесімді қоссам деймін, аға. Көтің кіші, құре шөбін істеші, айналайын. Оу, Стив Джобс айтқан екен. Бір-біріңді бай болсаң да, мейлі кедей болсаң да, бір-біріңді сағынып, іздеп тұратын ортада жүрсең, нағыз бақыт сонда деген екен. Стив Джексон, әргін айтқан қайталай берін, жұмысын істеші. Ой, істейміз де. Қамбаржан? Біз болдық, аға. Рахмет, айналайын. Кіріңдер үйге, шай қыламыз. Жоқ, аға, рахмет. Үйде де жұмыстар бар еді. Рахмет, айналайын. Үй осы, көрдіңдер, кеп тұрыңдар. Жақсы, аға. Болмаса шөп түскенде өзім шақырып тұрам. Қамбар? Жақсы, айналайын. Жақсы. Рахмет. Не бар еді, та? Белінің ауыр отқан бәлесте жүр. Таза газап қой, газап. Пақаның классасты айтпесе кемейтінесің оғын дейді. Қайттық бауырым. Давай. Мен сені ақылды жігіт ба десем, кеше менің айтқандарымнан түк ұқпапсың. Өзің түсініксіз сөйледің ғой, братан өзі. Сен байқайым, соңғы күндері Сәуленің жанынан айналшықтап шықпай жүрсің. Осы мен де сен байқап жүрмін да, братан. Тал-талының арасында игіт құсап, не істеп аңдып жүрсің сен? Бұл жай сөзге түсінбейді екен.